Құрметті көрермендер, бүгін біз қазыны шек жоқ болған кезде қалай айналдыруды сіздерге көрсетпекпіз. Ол үшін бізге қандай заттар керек? Қазыны жалпы шек жоқ кезде қалай сақтауға болады деген мәселені қазір көрсетеміз. Ол үшін бізге қазының жаңағы жағу үшін, қазыны тұздау үшін тұз керек бірінші, екінші чеснок міне, екі басын, екі шпасты. Мынау чеснокты езгішпен жаңа ғана міне басын алып қойдым. Және сонымен бірге қара бұрыш керек. Пленкаға орағаннан кейін бізге қара жіп керек. Кез келген машине тігетін жіпті алып ұстай беруге болады. Қазір оны көрсетеміз. Сосын мына етті кесуге жаңағы пышақ керек болады. Жіпті кесуге, мынау пленканы кесуге не керек болады? Қайшы керек болады. Мына пленка бізде шектің орнына жүреді. Ол үшін бірінші пленканы былай ашып аламыз. Ашып аламыз мұны. Столдың үстіне былай жайып, мінекей, былай қарай қоя тұрайық енді. Осылай аса көп қылмай, 50-60 сантиметрге жайып аламыз. Міне, тұра тұр, көмекші қызым. Одан кейін міне қазыны. Қазыны біз негізінде жаңағы сүйегін бөліп алып тастадық. Сүйекті жерлерін мінекей, былай жарақмалла қызым отыра ғой қызым. Мынадай бөліп алып тастадық сүйекті жағын. Енді біз мынадай жұмсақ майлы жағын жеке не қылайық деп жатырмыз. Өйткені бізде қалалық жерде кісі шақырсақ та, не шақырсақ та, өзімізге ассақ та, кастрюльге біз қазанға аспаймыз, сондықтан ыңғайлы болу керек. Ал енді чеснокты жағамыз. Жаңа мен кішкене жағып, кішкене жаққанмын, енді қазір қайтадан жағамыз. Бұл чеснокты бұрыш, тұз үшеуін араластырып барып жағуға болады негізінде. Бірақ жаңағы мен өзім осылай жасап жатырмын. Мінекей, кішкене ғана тұз себеміз, өйткені мына қазы алдын ала тұздалып қойған қазы, тек қана чеснокпен қара бұрышты себеміз деп отырмыз негізінде. Ал енді қазір чесногымызды жағып біттік. Мінекей, бұл өзі пленкаға оралған кезде өзінен өзі сіңеді. Қазір міне қара бұрышты тым қатты көп те сеппейміз. Аздап міне былай аздап сеп шығамыз. Мына пленканың үстіне жасаймыз, өйткені жаңағы майда шүйде тұздың, чесноктың құлап жаңағы сыртына түсіп қалғандары осы қағазбен бірге оралып кетеді. Енді мінекей әрі қарай пленканың басы артық жағын былай қазір кішкене мынаны қайтадан дұрыстап қояйық. Мінекей былай қоямыз. Ал енді екінші мына басын былай қайырамыз. Басын қайырып аламыз. Балақаным, теспе. Данелия, теспе. Сен менің көмекшімсің. Енді міне былай қайырып аламыз. Сосын кішкене өзімізге қарай тартып, былай ораймыз. Мінекей. Сосын орап болғасын кішкене бір 10-15 сантиметр артығымен былай пленканы қиып қоямыз. Сосын мына екінші жағын жаңағы бірінші жақ сияқты былай ішіне қарай бүктейміз де, мынамен соны былай орап жібереміз. Мінекей неміз оралды. Бұны жаңағы кейбір адамдар көбіне қалалық жағдайда шексіз сатып алатын жағдайлар болып қалады. Етті жаңағы сатып аламыз ғой, жарты соғым алып қалатын кездер болады. Сол кезде шек жетпей қалады, кейбіріне жетіп, шұжыққа жетпей қалады. Міне осындайда осылай жасауға болады. Шек жоқ кезде қалай сақтауға болады қазыны. Мінекей жіппен, кәдімгі машине жіп мынау. Сонымен енді жаңағы мына қайырған басты екі орап аламыз да, ақырын былай колбасаны орайды ғой, сол сияқты. Тым қатты да емес, тым бос та емес, ақырын ораймыз да. Екінші басына келген кезде тағы да 2-3 рет бір бастап кетеміз. Сосын тағы да кішкене былай. Бұл жаңағы ораған пленкамыз не болып кетпесін деп, оралған пленка ашылып кетпесін қайнағанда деп, сол үшін байлайды. Енді міне мынаны былай қоямыз. Екі жіп бір-бірімен кездеседі ғой былай. Соны ақырын былай байлап тастауға болады. Мінекей. Осылайша біз жаңағы мінекей кедергі келтірме қызым. Жақсы ма? Міне осылай неміз қазымыз дайын болды. Көпшілік адамдар айтып жатады. Көпшілік адамдар жаңағы мына пленка деген не зиян, оны қайнатқанда зиянды химиялық заттар бөлінеді деп айтып жатады. Олардыкімен мен келісемін, дегенмен мынау тамаққа пищевая пленка дейді ғой, тамаққа арналған пленка, бұл 1000 градуста ғана өзінен қайнатқанда жаңағы химиялық заттар бөлініп шығады. 1000 градусқа дейін бұл өзінің қалпын сақтайды, ешқандай да зиян келтірмейді адамның денсаулығына.
оның бәрі ғылымда дәлелденген, қажет жерлерден тауып оқуға болады. Біріншіден, екіншіден, бұл жаңағы біздің пештеріміз 1000 градусқа дейін қыздыратын пештер емес, ол кәдімгідей жаңағы неде арнайы завод сондайларда болмаса, біздің пештер жаңағы тек қана шайымыз 100 градуста қайнайды, қазанымызда 100 градуста қайнайды, сондықтан бұның ешқандай зияны жоқ деп есептеймін. Иә, болды. Ары қарай тағы да кейінірек тағы да айта жатамыз. Ал енді мынадай сүйекті қазылар үшін, мына сүйекті бұларды біз не қылып тұздап, 2 күндей 1,5 күндей тұздап, әбден тұз сіңдіріп қойғанбыз. Жаңа кішкене мынау чеснок пен бұрышты екеуін араластырғанда жақтық. Тағы да бір жалатып өтейін. Бәрін жағып қойдық. Енді тек қана бұны ары қарай орау керек болады. Сіздер айып етпеңіздер, маған шұжыққа шек керек, шегім аз ғана қалды әнекей тарелкада. Сондықтан мен осы сүйекті қазыларды, қабырғадағы сүйекті қазыларды мынадай пищевая пленкаға орамақ болып жатырмын. Мінекей, пищевая пленканы өздеріңіз білесіздер. Мына жерге жазып қойдым мен. Қазір мына қазыларды былай қарай, артқа қарай жиямын да. Қазір біреуін сіздерге орап көрсетемін. Қазір қайсысын алайық? Давайте. Мынаны алайық па, жоқ әлде? Давайте, қой, мынау 2 қосқа, 2 сүйекті екен. Мен бұл қазыларды бұлай істеп жатырған себебім, мыналардың уже тұзда тұрғасын, кішкене тұз сіңіп, түсі басқаша өзгеше болған екен, тұз сіңгеннен кейін. Мінекей осы нені, қазыны аламындағы, мына пленканы төсеп қойдым. Қас көріне ме? Міне шеті көрініп жатыр екен, жарайды. Бұлай қылып қиғаштап қоямын, сосын ешқандай да құпиясы да жоқ, қиындығы да жоқ, бұлай қылып орап, сосын қажетінше мынау келесі басы аяқталатын жерден бұлай 10 сантиметрдей артығырақ кесіп алдым мені. Бұл артық кесілген жағын мен бұлай бүктеп, бұлай бүктеймін да. Міне, көрсетейін. Мінекей, бұлай бүктеп, артығын ішке қарай бұлай ораймын. Кәдімгі машине жіппен бұны байлап қоюға болады. Колбасаларды байлайды ғой, сол сияқты қазір көрсетемін. Қазыларды барлығын орап шықтық. Мына әртүрлі қылдық. Мына бір жаңағы сүйекті ұзын қабырғалы, сүйегі 2 бөлінген ғой. Бұны бұлай шақып не қылдық. Ұзыннан қатпағанда қиын болады. Кастрюльге салуға, мысалы, мынаны бұлай бүктеп қойғанда кастрюльге салуға да оңай. Және сонымен бірге жаңағы табаққа салғанда кесуге не қылуға да оңай. Кейбіреулері мынадай болып оралды. Әрқалай міне. Бұлайша болып оралған да бар. Қазылардың, сүйекті қазылар ғой. Ал жұмсақ қазыларды міне мынадай қылып орадық. Мінекей. Жұмсақ қазылар. Бұл жаңағы сүйегінен ажыраттым дедім ғой. Сол сүйегінен ажыратқандағы қазылар мынадай болып жатыр міне. Ұзынырақ. Кейбіреулері орташа мінекей. Шеті болады, басы болады дегендей. Міне осы мынадай қазылар болды. Әрқалай енді. Мынадай телшікті да қазғып жібердім. Осылай сонымен барлығы бітті, мінекей, осылай оралып, табаққа да салуға, кастрюльге де салуға, суға қалалық жағдайда жетіп жатыр. Сонымен сіздерге қорытындылайтын болсам, кейде мысалы үлкен қалаларда соғым алған кезде шегі болмай жатады, не болмаса шегі барлық қазыларға бірдей жетпей жатады. Сондай жағдайда мынау пищевая пленка бізге көмекке келеді. Мінекей, осыны есте сақтаңыздар. Қажеттеріңізге жарап жатса, осыдан үйреніңіздер. Егер де жоқ, біз басқаша жасаймыз десеңіздер, онда өз еріктеріңіз. Ол үшін, қазыны байлау үшін жаңа пленканың сыртын бізге мынадай кез келген түстегі жіптер жарай береді. Мен мына қара жіпті, қолыма түскен қара жіпті алдым. Енді осы жіптің бір басын бұлай ұстаймын да, бұлай қылып алам. 1, 2, 3 орап алам да, жай ғана бұлай істеймін. Және мына жағда бүктелген ғой. Сол жерде 2 орап алып, қайтадан бұлай әкеп. Сосын мына тұсқа келген кезде кездеседі ғой мына 2 жіп. Осы кездескен 2 жіпті, мына 2 жіп кездесті ғой, сол екеуін бір-біріне байлай саламын. Қазір байлай саламын.
міне сонымен қазымыз дайын болды. Енді былтыр мен осылай барлық қазымды осылай жұмсақ қазымды да мына сүйекті қазымды да жаңағы осылай қылып істегенмін. Сол кезде маған көптеген ескертулер жасап, әртүрлі нелер айтты, дұрыс емес бұл деп. Бірақ шек жоқ болса, осылай пісірсе қазы өте дәмді болып піседі. Және бұл тағамға арналған пищевая пленка. Біріншіден, екіншіден, бұл пищевая пленка жаңағы 1000 градустағына жаңағы не қылады. Бұның зиянды нелері 1000 градустағына бөлінеді. Ал біз тағамды 100 градустан артыққа апармаймыз. 100 градус қана электропештер біздің 1000 градусқа қарай дейін қыздырмайды, тек қана 100 градуста біздің қайнайды, одан кейін басып қоямыз. Сондықтан бұл зияны жоқ. Көбісі айтады, бұның құрамында зиянды нәрселер бар, химия бұл деп айтады, бірақ та жаңағы бұл химиялар 1000 градус ыстықта ғана, цельсийда ғана бөлінеді. Сондықтан пайдалана беруге болады. Міне осылай қазыны жасау, қалған қазыларды да дәл осылай етіп істеймін. Сіздерге көп жаңағы не жасамаймын.